Мынау бүгін 31-і. Күндіз тамақ жеп алып қарсыда айтып түн балдардың бәрі кетіп қалады. Күзетті оңдасын главный қонағымыз. Екі табақ ет астық. Одан кейін қонақтар әне отыр ар жағында. Әби, Айзере. Әли қайда? Келе бігіз. Әли. Қопағып қойайын, ә? Аман есен 2024-ті қарсы алайық. 2023-те бүткіл ауыртпалық, қиын қыстау кезеңнің бәрі сол жылмен кетсін. Ауызымыз бір болсын, бауырларым аман болсын. Жан жақтағы. Алла тағала осы тілеген бәрін қабыл етсін. Амандасын деп жібер. Қолға картошка алып қалдың ба? Алдым. Алдым. Ал аманшылықта осындай ауызбіршілікте жаңа жылда қарсы алайық, иншалла. Алла денсаулығын беріп, ауырған жандарға шипасын беріп, құлан таза аяқ кетуін нәсіп етсін. Жаңа жыл құтты болсын барлығымызға. Алла денсаулық, ауызбіршілік, ынтымақ беріп, жақсы ғұмыр кешуді Алла нәсіп етсін. Күзет деп жібер қысқа. Алма. 23-те де әйтеу жақсы болдық, тойға бардық, қорлыққа бардық, Астанаға бардық. Өзінің жылымен кетсін, 24 келе жатқан жаңа жылдары құтты болсын, отбасыларың аман болсын, ырыс несібесімен келсін, қуанышымен келсін. Көрінген балдарын, қызығын көре беріңде екеуін тең отырып, емере, шөбере, Тастарханын тілем қуанышқа жайылсын. Әумин. Болды. Ал мен бірдеңе деп жіберейін. Ал мынау бүгінгі себеп жаңа жыл қарсы алу, күндіз қарсы алып алайық, түн балдар да болмайды. Ең негізі қонағымыз оңдасын мен Гүлзат. Ал бауырлар аман болыңдар, сіздерді жақсылап қарсы алыңдар, ауырмаңдар. Гүлзат айтқанда биыл 23-те жақсы қыдырыс болды, жақсы қызықты күндер болды. 24-те одан да көп болып қыдырыстар, жақсы күндер бола берсін. Ауырмаңдар, ауырған жерлерің Алла тағала шипасын берсін. Ал жаңа жыл құтты болсын.